Армысыз ағайын. Біздің бүгінгі бастайтын бағдарламамыз жатып арықтау деп аталады. Қазіргі заманда ол өте өзекті мәселенің бірі болып саналады. Осы мәселеге байланысты біз көп зерттеулер жүргізіп, тақырыптың өте күрделі екеніне көз жеткіздік. Сол себепті барынша қысқа нұсқа деген принциппен дайындадық. Аталмыш бағдарламаны дайындау барысында біз жиналған материалдың 50%-ын алып тастадық. Содан қалғанын бір жерге жинап алып, тағы 50%-ын алдық. Осының нәтижесінде барынша сығылған, тек сөлі ғана қалған бағдарлама болып шықты. Қазіргі адамдарда уақыт жоқ деген бір феномен бар ғой. Ол әрине ойдан шығарылған нәрсе. Себебі қарасаң, кітап оқуға уақыт жоқ. Керек лекциялар тыңдауға уақыт жоқ. Өзін күтіп, спортпен айналысуға уақыт жоқ. Емделіп, бой жазып, қыдырып, демалуға тағы уақыт жоқ. Бірақ есесіне той-думан өткізуге, күні бойы диванда жатып, теледидар қарауға, WhatsApp, Facebook'те отыруға және тағы сол сияқтыларға уақыт қашанда табылады. Осының бәрін ескеріп, біз бағдарламамызды мейлінше сығып, ықшам етіп жасауға тырысып бақтық. Сонымен бастайық. Бұл мәселенің шешу жолдары көп, бірақ шешімі жоқ. Оның себептері көп, және ең бірінші себеп бұл адамдардың жалқаулануы, жаппай жалқаулануы. Оның да өз кезегінде өзіндік себептері бар. Енді осы мәселенің бәрін біртіндеп қарастырайық. Біріншіден, бұл артық салмақ мәселесі жалпы қалай, қашан пайда болды? Оны анықтау үшін кішкене тарихқа үңіліп, 40 жылға кейін шегіну керек. Сонда көретініміз өткен ғасырдың 80-ші жылдарында ақш-та адамдардың көптеп семіре бастағанын байқалды. Оны байқап, зерттей бастағанда әрине бірінші кезекте адамдардың көп тамақ жей бастағанынан деп жобаланды. Және ол шынында да көбінде солай болып шықты. Олай болуына бірталай себептер әсер етті. Біріншіден, тамақ 24 сағат, аптасына 7 күн қолжетімді болды қазір. Кез келген уақытта тамақ табылады. Екіншіден, тамақтың құрамы өзгерді. Бұрын табиғи тамақ болса, қазір басым көпшілік жағдайда жасанды компоненттерден жасалған жасанды тамақ. Сосын үшінші, әртүрлі жарнама арқылы тамақ ішуді дәріптеу өте қатты үдеді. Тағы бір мәселе, тамақ сақтау мүмкіндіктері өте күшейді. Неше түрлі тоңазытқыштар, мұздатқыштар, әртүрлі сондай техника құрал аспаптары тамақты сақтауды, айлап сақтауға мүмкіншілік береді қазір. Тағы бір айтатын, адамдар арасындағы барлық қарым-қатынастар тамақ ішу арқылы шешілетін болды. Қалай бір жерде кездессек, қай жерде бір отырыс болса, қай жерде бір жолығып қалса, бәрі сол дастархан арқылы шешілетін болды. Міне осы сияқты себептер арқылы адамдар тамақ ішуді біртіндеп мұқтаждықтан құмарлыққа айналдырды. Бұған қоса, екіншіден, ғылыми техникалық революцияның арқасында адамзаттың өмірі жақсарып, өмірінде комфорт пайда болды. Іс-қимыл, қозғалыс күрт азайып кетті. Өмір жақсарған сайын адамдарды тікелей де, жанама да айтқанда май баса бастады. Диван деген бір керемет пайда болды. Өзі өте бауырмал, құшағын жайып қарсы алып, кіргендерді жібергісі келмейді. Телевизор деген бауыр екеуі қосылып алып, адамды соңғы қайрат жегеннен әбден айырды. Айта берсе, әр жағында алысты жақындататын көлік бар, оған қоса телефонды қос. Бұрын мысалға біреуден бірдеңе сұрау үшін, бірдеңе айту үшін, бірдеңе білу үшін аяқтай бару керек болса, қазір телефон шала қоясың. Бұрын атқа мініп, селкілдеп барып, түсіп, сөйтіп жүретін болсаң, қазір көлікке отыра қоясың да, бара қоясың. Бәрі оңайланып кетті. Бәрі комфортқа бейімделіп кетті. Оған қоса үйге кірген су, жылу, тоқ, газ, осының бәрі жабылып, байғұс адамдарға түк істетпей қойды. Үшіншіден, соңғы кезде осы болып жатқан өмірдегі өзгерістердің арқасында әртүрлі әдет-ғұрып пен үйреншікті іс-қимылдар пайда болды.
мисалга күнүнө 3-4 рет және одан да көп тамак ішүү, кайда барса да, немен айналышса да, кандай жагдай болса да, биринчи кезекте тамак ішүү болуп кетти азыр. Тек дастархан аркылуу. Тек кездесип калса болду дастархан. Жалпы барлык иш-чаралар тамакка байланып калды азыр негизи. Осунун баары косулуп, аталмыш жагдайды тугузду. Сөйтүп, жаратылышында тири пенделер тамакта тири калуу менен тукум жалгастыруу үчүн ишетин болса, азыркы замандын адамдары тамакта ляззат үчүн, кумарлык үчүн, ермек үчүн, өзүн көрсөтүү үчүн және тагы да сол сыяктуу себептер менен ишетинет. Мына өстүп адамзат жаппай май басып исине баштады. Және ол ары карай жалгасып өдөп барат. Енді осыған орай не істейміз, қалай тығырықтан шығамыз деген сұрақ туындайды. Басында айтқандай, шешу жолдары көп. Қазір интернетте қарасаң, неше түрлі әдістерден тұнып тұр. Бірақ олардың барлығы негізінен екі жағдайды талап етеді. Біріншіден, тамақты көп азайту керек. Ол үшін неше түрлі диеталар, неше түрлі шектеулер ұсынылады. Екіншіден, іс-қимыл қозғалысты күрт көбейту керек. Атап айтқанда спортзал, жүгіру, секіру, қара терге түсіп жаттығу сияқты нәрселер ұсынылады. Бұл аталған талаптардың екеуі де орындалуға көп жағдайда жарамсыз. Себебі адамдар психологиялық тұрғыдан алғанда бұндай қимылдарға ең бастысы ұзақ уақыт шыдап қолдануға дайын емес қазіргі адамдар. Бастауын бастар, бірақ аяғына дейін жеткізіп, нәтижеге жету қайрат жігерді талап етеді. Оған жоқ. Жігер де жоқ, қайрат та жоқ, ештеңе де жоқ. Өйткені қазіргі адамның тәнінде, жанында май басып, әбден комфортқа шалдырып қалған. Оның үстіне диетаның немесе басқаша айтқанда тамақты қатты шектеудің арқасында қандай да болмасын нәтижеге жеткеніңмен, түбінде ерте ме кеш пе бәрібір тамақ іше бастайсың. Сол кезде ағза еселеп тамақ жинап алады, салмақ жинап алады. Өйткені адам ағзасы немесе миы өте ақылды. Ол тағы да аштық болуы мүмкін деп май қорын еселеп жинайтындығы сондықтан. Қалай тек тамаққа жетесің, сол кезде ол еселеп жинай бастайды майды, запастарды. Былайша айтқанда, қандай да болмасын диета оң нәтижеден гөрі теріс нәтижеге бейім тұрады. Және тағы да айтайық, көп жігер қайрат керек. Өзін тамақтан тежеу ол оңай нәрсе емес негізі. Ал дене шынықтыру мен спорт болса, ол екі бастан екінің бірінің қолынан келе бермейді. Себебі сол баяғы миында, тәнінде әбден май басып, артын көтеру өте қиын болып кетті. Диваның тағы бар оған қоса. Және оның да кері әсері бар. Сен спортпен айналысамын деп тер шығарып, энергияң жұмсаған сайын тамақ ішуге деген ынтаң өсе береді. Сөйтіп қолданған калорияларыңды еселеп қайтарып аласың. Солай пайданың орнына бұл да кесел болып шыға келеді. Ал енді сонда не істейміз деген заңды сұрақ туындайды. Жалпы шешімі бар ма? Шешімі бар. Біз біраздан бері адам психологиясы мен денсаулықты сақтау мен өмірді ұзартумен айналысудамыз. Ұзақ жылдардан бері адам өмірін қалай жақсартсақ деп көптеген зерттеулер жүргізіп, ғалымдардың осы салада жасаған әртүрлі зерттеулерінің қорытындыларын қолдана отырып, біраз мағлұмат жинап, оны бір жүйеге келтіріп, жаңа бағдарлама жасап шығардық. Бұл бағдарламаны қолданудың 3 жолы бар. Біріншісі, Instagram арқылы тікелей эфирмен танысып, соған үйрену. Екіншісіден, ашық бір күндік семинарлар арқылы танысып үйренуге болады. Үшіншіден, почтамен, электрондық почтамен бағдарламаның жазбасын алып, жеке қолдану арқылы үйренуге болады. Инстаграмда тікелей эфирге қатысу үшін біздің жарнамаларымызды қарап отырыңыздар. Жақын күндері хабарын береміз, қандай аккаунтта болатынын төлеп, тіркеліп қатысуға болады. Және ол бір күн
аккаунт тарихында турат. Сондықтан неге қатыса алмай қалғанның өзінде де тікелей эфирге сол аккаунттағы тарихында турат, мына историясында бір күн турат, бір тәулік. Сонда кіріп тыңдап танысуға болады. Ал семинарлар әзірше тек Астана мен Алматы қалаларында ұйымдастырылады. Болашақта басқа қалаларда да мүмкін ұйымдастырармыз деп ойлаймыз. Ол енді ұйымдастырушыларға байланысты, сол жердегі жергілікті. Енді үміттенеміз, көреміз. Ал электрондық почта арқылы жазбаны алу үшін біздің WhatsApp-қа хабарласасыз. Қаңтардың 23-нен бастап, осы айдың 23-нен бастап бұйырса жібере бастаймыз. Заказ беріп, төлеп, адресіңізді айтсаңыз, біз бәрін жібере бастаймыз. Онда электрондық нұсқасында ол мәтіндікте болады, текст, аудио нұсқасы болады, және видео нұсқасы болады. Соның бәрін өзіңізге алып, тыңдап, қарап, қолдануға болады. Ол өзіңізде болады, қолыңызда. Сондықтан ол ыңғайлы бір жағынан. Барлық сұрақтарыңызды осы видеоның астында пікір қалдырып, жазып, немесе WhatsApp-тан сұрауларыңызға болады. Инстаграмда осы сұраққа байланысты әзірше Диванбай деген аккаунт аштық. Сол аккаунтқа тіркелулеріңізге болады. Ол ашық, кез келген адам тіркеле алады. Сол аккаунттан бағып отыруға, немесе сұрақтар қоюға болады. Ал енді әзірше осы. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Кездескенше.